25 қазан Республика күні. Бұл еліміздің мемлекеттік мәртебесін айқындайтын маңызды күн. Осыған орай аудан тұрғындарынан блиц сауалнама жүргізіп, олардың отан, тәуелсіздік, елдік туралы ойларын білуді жөн көрдік. Саламатсызба, сұраққа жауап беріп, сыйлық ұтып алғыңыз келеді ме? Иә. Бір ұяшықты таңдаңыз. Алыңыз. Сіз үшін отан деген не? Мен үшін отан ол менің жүрегім, махаббатым болып саналады. Туып өскен жерім, отбасым. Өте керемет жауап. Сізге үлкен сыйлық. Республика күні сіз үшін нені білдіреді? Республика күні егемендікті, тәуелсіздікті білдіреді. Өте керемет жауап. Сізге сыйлығымыз. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстанды үш сөзбен сипаттаңыз дейді. Қуатты, бейбітшілік, болашаққа жарқын, сенімді ел. Қыран символы Қазақстанның нені білдіреді? Қыран символы Қазақстанның еркіндікті, тәуелсіздікті, бейбітшілікті білдіреді. Қазақстанның қай жетістігімен мақтанасыз? Мен ойымша, халқымен бірлігі, ерлік пен байлығы деп ойлаймын. Республика күні қандай маңызды оқиғамен байланысты? Республика күні 1990 жылы 25 қазанда Қазақстан Республикасының егемендігі жайлы декларация жарияланды. Соған байланысты 25 қазан Республика күні деп аталды. Республика күніне арналған бір тілегіңіз. Келе жатқан 25 қазан Республика күні құтты болсын. Халқымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын, бейбітшілік заман болсын, бала-шағаларымыз өсіп өніп, Қазақстанымыз өркендей берсін. Қазақстан Республикасының азаматтары қандай құқықтар мен бостандықтарға ие? Қазақстан Республикасының азаматтары дауыс беру, білім алу, еңбек